Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай баклажанды салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кет. Салатымызға керектілердің барлығын алдын ала жуып, дайындап, турап аламыз. Пиязымызды тураймыз. Сәбізді осылай домалақтап турап аламыз. Одан кейін 3 болгарскийімізді турап аламыз. Баклажанды кәдімгі домалақтап турасаңыздар да болады. Мен осылай екіге бөліп турап алдым. Помидорымызды турап аламыз. Помидор сулы болған жақсы. Алдымен пиязымызды қуырып, сәбізімізді салып, одан кейін болгарскийімізді салып, үшеуін жақсылап қуырып аламыз. Тұзымызды салып аламыз. Қалаған дәмдеуіштерін салсаңыздар да болады. Одан кейін үстіне помидорымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Одан кейін баклажандарымызды салып, жай отта жақсылап қуырып аламыз. Кішкене ғана су құйсаңыздар да, құймасаңыздар да болады. Менікі өзінің суы шықты. Бізде салатымыз дайын болды. Түскі асқа, кешкі асқа жегенге өте тойымды әрі керемет салат. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.